Илон Маск канада-америкалық инженер, кәсіпкер, инвестор әрі миллиардер. Дәл қазіргі сәтте ел аузында жүрген ең қызықты бизнесмендердің бірі. Стив Джобстан соң Маск Американың бетке ұстар азаматына айналды. Назарларыңызға Илон Масктың жетістік ережелерін ұсынамыз. Ешқашан қателік жасауға қорықпаңыз. Адамдар тәуекелге бел буа бермейді. Өйткені олардың бойын қорқыныш билеп алған. Олар қорыққандықтан ақшасын, уақыты мен ресурсын босқа жұмсағысы келмейді. Илон Маск, егер мен $100 миллион жұмсамастан бұрын жетістікке жетпесем, компания өз жұмысын тоқтатады. 3 рет сәтсіздікке ұшырау жеткілікті болады деді. Алғашқы іске қосу операциясына $30 миллион жұмсалды. Ол сәтсіз аяқталды. Екіншісі $60 миллион тең болды. Бұл жолда операция сәтсіз аяқталды. Ал үшінші мүмкіндігін пайдалану кезінде НАСА-мен келісімшарт жасалды. Бұл жолы оның ойы іске асты. Қателік пен жеңілістер шығармашылық үрдістің айнымас бөлігі болып табылады. Көп еңбек етіңіз. Сіз тынбай еңбек етуіңіз керек. Аптасына 80 сағаттан бастап 100 сағатқа дейін. Бұл сіздің жетістікке жету мүмкіндігіңізді арттырады. Егер қарапайым адам аптасына 40 сағат жұмыс жасаса, сіз 100 сағат жұмыс жасаңыз. Сонда сіз олардың бір жылда сарп еткен нәтижесіне 4 айда жетесіз. Көбірек кітап оқыңыз. Илон Маск бос уақытын кітап оқумен өткізуге тырысады. Әртүрлі жанрдағы кітаптарды оқи отыра, ол мүмкін емес нәрселерді көп армандайды. Оның осында жетістікке жетуі де кітаптың қосқан үлесі десек те болады. Жас кезден бастаңыз. Кәсіптің дамуы уақытты қажет етеді, сондықтан бизнеске мүмкіндігінше ертерек кіріскен жөн. Жас кезіңізде сіз тәуекелге бел буып, жобаны іске асыруға күш-жігеріңізді жұмсауыңыз керек. Уақытты босқа өткізіп алсаңыз, болашақта бәрі күрделене түседі. Үлкейген сайын жүктелетін міндеттерді арта түседі. Сондықтан да мен қазір тәуекелге бел буып, барынша батыл нәрсе жасауды ұсынар едім, дейді Илон Маск. Кері байланыс жинаңыз. Кәсіптің бастапқы уақыты сынақ пен қателігі уақыты болып табылады. Сіздің жобаңыз туралы адамдардың пікірін біліңіз. Сыни пікірлер іздеңіз. Кәсіпті дамытуға қажетті ақпараттарды жинақтап, әлсіз тұстар мен қателіктерді жөндеуге тырысуыңыз керек. Жоба жасау барысында қателіктерді табу қиын болуы мүмкін. Сондықтан өзгелердің кері байланысы маңызды болып табылады. Айтылған сыни пікірлерді қабылдай білуіңіз керек. Әрине, сіздің қателіктеріңіз жайлы айта беретін адамды тыңдай білу оңай емес. Алайда, бұл тәжірибенің бір түрі. Жетістікке жете білгіңіз келсе, сынды жеке басыңызға қабылдамауды үйренуіңіз керек. Соңғы және маңызды қағидалардың бірі. Командаңызға лайықты адамды таңдай біліңіз. Жаңа адамдарды жұмысқа қабылдау кезінде, олардың бизнесті дамытуға үлес қоса алатынына көз жеткізіңіз. Илон Масктың айтуы бойынша, әрбір қызметкер компанияның мақсаты мен миссиясын анық түсіне білуі тиіс. Егер алға қойылған мақсат айқындалса, жұмыскерлер тек жалақы үшін ғана емес, кәсіптің дамуы үшін әрекеттенеді және компанияны басқаратындардың қатарына қосылады. Сіздің өміріңіз өз қолыңызда. Барлық биіктерді бағындырған адамдардың кеңестері осыны дәлелдейтіндей. Бар болғаны жігер, ерік пен қалау керек. Бәрі сіздің қолыңыздан келеді.